Сәлеметсіздер ме, құрметті салымшылар? Сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Жыл сайынғы тәуелсіз әлеуметтанулық зерттеудің қорытындысы бойынша зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы халықтың қаржылық сауаттылығының деңгейі және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына деген халықтың сенім дәрежесі анықталды. Қазақстанның 17 облысының және республикалық маңызы бар 3 қаланың және ауыл тұрғындарына арналған сауалнама телефон арқылы және аралас үлгіде жүргізілді. Сұхбат алынған респонденттердің саны 3000, оның 48,53%-ын ерлер, 51,47%-ын әйелдер құрады. Респонденттерді әлеуметтік мәртебесі бойынша бөлсек, жалдамалы жұмысшылар 69,1%, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 26% және жұмыссыздар 4,9%. Зерттеу сауалнамасы 25 сұрақтан тұрды. Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы қаржылық сауаттылық деңгейі 2 деңгей бойынша талданды: базалық және озық. Базалық деңгей бойынша сұрақтардың басым бөлігіне қазақстандықтар дұрыс жауап берді. Мысалы, сұралғандардың жалпы санының 55,73%-ы Қазақстанның барлық азаматтарына кепілдік берілген мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі және еңбек өтілі бойынша мемлекеттік еңбек зейнетақысы. Сондай-ақ, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналарынан қалыптастырылған қызметкердің жеке зейнетақы жинақтары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдері туралы хабардар болып шықты. Сауалнама көрсеткендей, халықтың 62,3%-ы өздерінің қаржылық әл-ауқатының негізгі көзі зейнетақы болады деген пікірде. Бұл ретте респонденттердің 47,53%-ы оны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтары, ал 14,77%-ы мемлекеттен берілетін зейнетақы деп санайды. Қартайған кездегі табыс көзі ретінде басқа жинақтарда сауалнамаға қатысқандардың жалпы санының 16,99% атады. Респонденттердің басым бөлігі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы функциясын салымшылардың міндетті және ерікті зейнетақы жарналарын жинақтау, зейнетақы жинақтарының жеке есебін жүргізу, зейнетақы жинақтары есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру ретінде дұрыс айқындады. Болашақ зейнетақымен қамсыздандыру үшін жауапкершілік ең алдымен жұмыс істейтін азаматтардың өздеріне жүктелетініне қарамастан, халықтың бір бөлігі оны бөгде ұйымдардың немесе тұтастай мемлекеттің жауапкершілігі деп есептей отырып, өз жинақтарына қызығушылық танытпайды екен. Респонденттердің зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы қаржылық сауаттылығының базалық деңгейіндегі сауалнамасының қорытындысы 2022 жылы 77,8% құрап, жоғары нәтиже көрсетті, ал 2021 жылы ол 69,9% болатын. Озық деңгейдегі сұрақтарға жауаптарды талдау салымшылардың біраз ақпаратты білетіндерін растады. Олар бірыңғай жиынтық төлемді төлеу өзін-өзі жұмыспен қамтыған және бейресми жұмыспен қамтылған азаматтардың жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу тәсілі болып табылады. 80,93%. Зейнетақы жинақтары салымшының меншігі болып табылады. Ол мұраға беріледі, оған ауыртпалық салынбайды. 76,7%. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеудің жүйелілігіне байланысты. 73,80%. Зейнет жасына толған кезде зейнетақы жинақтарын төлеу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. 68,80%. Нәтижесінде халықтың зейнетақы жүйесі туралы хабардар болуының озық деңгейінің жалпы коэффициенті 40%-ды құрады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына деген сенім деңгейі Қазақстанның зейнетақы жүйесіне деген сенім дәрежесінің жиынтық көрсеткішінен жоғары. Ол мүмкін болатын 10 балдың 6,7%-ын құрайды. Айта кетейік, халықтың Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесіне деген сенім көрсеткіші тұтастай алғанда 5,80 балл деңгейінде қалыптасты. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына сенім деңгейінің ең жоғары баллы Қарағанды, Маңғыстау және Атырау облыстарында тіркелді. Жүргізілген зерттеу нәтижелерін ескере отырып, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қорға және тұтастай зейнетақы жүйесіне деген сенімді одан әрі нығайту жөніндегі стратегиялық міндеттерді іске асыру барысында ақпараттық түсіндіру жұмысын жалғастырады. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттан қалыс қалмаңыз.